Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, игі жақсылар. Бүгінгі айтылатын вағызымыздың тақырыбы жалған ант исламдағы үлкен күнә жайлы. Ислам шариғаты екі жолға бөлінеді. Алланың бұйырған парыз, ваджиб болған міндеттерді орындау. Екінші, Алла тағаланың тиған харам, мәкрухтан алыс болу. Ал енді жалған ант харам амал болып есептелінеді. Бұған дәлел пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Әмірден жеткізген хадисте пайғамбарымыз былай дейді: үлкен күнәлар олар Аллаға серік қосу. Екінші, ата-анаға қарсы келу, ата-ананы мойындамау, ата-ананың тілін алмау. Үшінші, жазықсыз қасақана адам өлтіру. Төртінші, жалған ант беру. Міне осы төрт нәрсе исламдағы үлкен күнәларға жатады. Бірінші, ғамус анты дейді. Бұл жалған ант бір нәрсенің жалған екенін біле тұра өзгелерді сендіру үшін айтылған жалған сөз болып есептелінеді. Мысалы, біреудің қарызын бермегенін біле тұра бермей Аллахи биллахи қарызын өтегенмін деген сияқты. Бұндай ант үлкен күнә болып есептелінеді. Жалпы ислам дінінде ант ету Алла атымен болады. Әзіргі таңда кей адамдар бір жаратылыстың атымен ант беріп жүрген жайттары бар. Әрине бұл шариғатта жоқ, тиым салынған дұрыс емес амал. Мысалы, нан ұстаймын, түн жамылып тұрмын, тағы басқа осылай айтылатын сөздер, ол тиым салынған күнә, жалған ант болып есептелінеді. Екінші, лағуанты, қателесіп немесе айтқанын дұрыс деп ойлап ант ету. Мысалы, бермеген қарызды бердім деп ойлап, бердім деп айту осы антқа жатады. Үшінші, мұнақит анты. Іске асу мүмкіндігі бар, және жалпы болашаққа сай бір нәрсе жайлы Аллахи биллахи ертең қарызыңды қайтарамын деп ант ету осы жалған ант түріне жатады. Абдулла ибн Мәзхуд разияллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір пенденің Аллаға берген серттері мен амалын аз ақшаға айырбастағандар қиямет күні Алланың ашуына ұшырайды. Ол пенде қиямет күні күйзеліске ұшырайды делінген. Әл-Имран сүресі 77 аят. Және Әбу Умамадан Алла ол кісіге разы болсын, Алла елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның кімде-кім жалған ант етіп, бір мұсылманның малын, дүниесін тартып алса, оған тозақты міндеттетіп, жәннатты харам етеді. Сол кезде бір кісі келіп, «Я Расулулла, кішкентай нәрсе болса да сол үлкен күнәға жатама?» деп сұрады. Алла елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тіпті мисвак ағашының жаңқышағы болса да деп жауап берді. Алланың атымен ант беру ерекше құрметті нәрсе. Сондықтан жалған ант етушінің жазасы ауыр болмақ жамағат. Бұдан адамзат қауымы ғибрат алып, жалған ант етпеу керек. Алла тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.